Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ханун немесе орама деп аталатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Бұл тағамды әркім әртүрлі дайындайды. Мен өзімнің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Екі пиала суға тұз және жұмыртқа қосып араластырып, үстіне ұн салып қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына мен капустамен жуа қосам үнемі. Осылай капустаны мыжып алу керек. Тұз салып, суын шығарып. Содан кейін барып фарш пен картошкаға қосып, тұз бұрыш салып араластырамын. Капуста қоссаңыз, орамаңыз сочный болады. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды міндетті түрде жұқа етіп жаюымыз керек. Май жағып, салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін қамырымызды осылай видеодағыдай ораймыз. Қамырды үнемі екіге бөлем, мантоваркаға сыю үшін. Менде 3 мантоварка толды. Яғни 4 қамырдан осылай 3 мантоварка орама шығады. Жасап көріңіздер осы рецептпен, өте дәмді болады. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.